Адыраспан түйетабандар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік, сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында адыраспан шөбінің пайдасы туралы керемет ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Қазақстанда адыраспанның 3 түрі бар. Bir түрі шөп-шөлейтті, сортаңды жерлерде, әсіресе Шу, Іле, Сырдария, Сарысу өзендерінің бойындағы тақырланған жайылымдарда өседі. Оның сабағы бұтақты, салалы тамыры 10 метрге дейін тереңдікте жатады. Гүлі ақ, сары түсті. Мамыр, шілде айларында гүлдейді. Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатқа пайдаланылады. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба, суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып, демікпені емдеген. Сондай-ақ қара немесе қызыл бұрышқа араластырып, теңге қотырға, псориазға жаққан және несеп жүргізетін, тер шығаратын дәрі ретінде қолданады. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөпшай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит, гастритін емдейді. Адыраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады, сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдалы. Ал қайнатындысы тамаққа суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып, аяқты жууға қолданылған. Адыраспанды тас шөппен, қарандыз тамырымен қосып қайнатып, радикулитті емдеуге қолданады. Бұл ауруларды емдеген кезде жоғарыдағы қайнатындыны ішумен бірге шөбімен белді булау да жақсы нәтиже береді. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екені анықталған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күресетінін айтқан. Сондай-ақ ол сал ауруы мен паркинсонды емдеуде қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде оң әсерін береді. Адыраспан шөбін қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында оны бәле жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге кереге басына іліп қоятын болған. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын шайтан жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын шайтандардан тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып, үйді аластайтын болған. Қазіргі кезде адыраспанның емдік қасиетін медицинада мойындаған. Оның көмегімен көптеген аурулардың алдын алуға болады. Сонымен қатар шыбын-шіркей секілді әртүрлі жәндіктерден қорғану үшін де адыраспаннан түтіндік жасайды. Адыраспанмен аластауға керекті заттар қылша, ермен және жусан шөптерін алып, бір ыдысқа салып, түтіндетіп өртейді. Адыраспан қандай ауруларды емдейді? Ұмытшақтық, ревматизм, тіс ауруы, бас ауруы, тарамыс ауруы, буынның қабынуы, бел ауруы, сал ауруы, асқазан, өкпе ауруы, қояншық, демікпе, ентікпе, салқын тию және туберкулез. Адыраспанды кез келген адам жумаған, оған түрлі себеп бар. Біріншіден, қауызы толып, тұқымы толық піскен кезде ғана алынған. Екіншіден, ер адамның ғана үзуіне рұқсат етілген. Үшіншіден, сол адамның жаны ғана емес, үсті басы таза,
дәреті бар екеніне мән берілген. Төртіншіден, міндетті түрде Аллахқа құлшылық етіп, бисмиллахи-рахмани-рахим, мен келдім әр нәрсеге адыраспан, атыңды қойған екен, Омар Оспан деп барып, өсімдіктің сағағына қол тигізген. Бұл жердегі Омар мен Оспан пайғамбарымыздың әйгілі сахабаларының есімі.